Ассалаумалейкум достар, бауырлар, қалдарыңыз қалай? Бүгін 13-ші наурыз. Көктем бізге Атырауға да келіп жетті. Қараңыздар, су жайығымыз еріп жатыр. Мына ар жағында қараңыздар. Бірақ соған қарамастан балықшылар әлі балық аулап жүр. Негізі қауіпті мұздың үстіне шығуға. Қайықтар біртіндеп уже су кесіп жүр. Биыл енді судың тасуына қарсы қандай дайындықтар болып жатыр, не істеліп жатыр, сол туралы кішігірім ақпарат жинағам, сол туралы сізге қазір айтып берейін. Былтыр естеріңізде болса, бізде Жылой ауданында Құлсары ауылы зардап шеккен болатын. Одан бөлек Махамбет ауданына қарасты Талдыкөл ауылында да су келген болатын. Бірақ Талдыкөлді жолын бәрін бұзған. Талдыкөл ауылды қоршап су басқан ғой, бірақ өзінің ауылды өзі кетпеген сияқты суға. Сонымен ақпараттарға келетін болсақ, экология және табиғи ресурстар министрі Ерлан Нысанбаевтың айтуы бойынша, су тасқыны жоғары өңірлер, олар Ақтөбе, Қостанай, Қарағанды, солтүстік және шығыс Қазақстан, Ұлытау, Абай облыстары дейді. Ал қауіптілігі орташа өңірлер, олар Алматы, Жетісу, Жамбыл, Батыс Қазақстан, Атырау да бар екен ішінде. Орташа өңірлерге. Төмен өңірлер, су қауіптілігі төмен өңірлер, олар Павлодар, Маңғыстау, Түркістан, Қызылорда. Сол себепті енді бізде қандай дайындық болып жатыр су тасқынына қарсы, сол туралы айтып жіберейін сіздерге. Су тасқынына қарсы жұмыстар күзде басталып кеткен болатын. Олар 95 километр болатын Жем өзені мен Құрсай каналын тереңдету жұмыстары жасалып жатыр. Ол жұмыстар сол көктемге дейін бітірейін деп жоспарланған. Махамбет ауданында Талдыкөл ауылында тасқын судан қорғайтын бөгет ұзындығы 2,9 шақырым. Сол бөгетті нығайту, биіктігін көтеру жұмыстары жасалып жатыр. Одан басқа Талдыкөл ауылына кірме жолды қалпына келтіру жұмыстары жасалып жатыр. 75 метрлік уақытша технологиялық көпір дейді. Және 5 километрге жоқ айналма жол салынған. Одан басқа да жаңағыдай зардап шеккен жолдарды қалпына келтіру жұмыстары жасалып жатыр Талдыкөл ауылында. Олар су қоршауында қалған болатын. Жалпы Махамбет ауданына қарайтын ауылдарда қараша айынан бастап ұзындығы 32 километр болатын бөгетті нығайту және жаңадан тағы 8 километр бөгет салынған. Қызылқоға өңірінде 41 километрге жоқ, Индер ауданында 34 километрге жоқ қорғаныс бекеттер салынған. Жалпы айта кететін болсақ, Атырау облысының әр өңірлерінде бөгеттер нығайту, биіктігін көтеру, көпірлер салу, су өткізетін трубалар салу, су тасқыны кезінде бұзылған жолдарды салу жұмыстар жасалып жатыр. Міне қараңыздар. Мынау қайық мұз жұқа ғой. Сосын сол қайықпен мұздарды мұзып жатыр. Балық аулау қауіпті. Мына су тасқыны қауіптілігі жоғары өңірлер қатарына Ақтөбе облысы кіреді. Өйткені биыл ол жақта қар өте көп жауған. Өзім жақын арада Ақтөбеге барып келдім. Енді сол жақтың тұрғындарының айтуы бойынша, енді ерекше көп дейді, былтырға қарағанда көптеу дейді. Ал біз сіздер білесіздер, сол бізге Құлсары өңіріне су Жем өзені арқылы Ақтөбеден келеді. Сол себепті қазірден бастап дайындалып жатыр негізі олар. Ақпаратты айтып кеткендегідей. Осы достар, қазір Ақтөбе облысына барған сапарында кішігірім видеоны үзіндісін салып жіберейін. Қарды қандай жауғанын шамалы бір көрсетіп жіберемін сіздерге. Ақтөбеге де жетіп қалдық.
Ақтөбе облысы Қандыағаш дейтін ауыл. Қарлы қараңыздар. Адам бойынан үлкен ғой қарлар. Бізде Атырауда бәрі еріп көктем болып жатыр. Ақтөбеде әлі қар ермеген. Балдар міне ойнап жатыр үстіне. Достар, осы кішігірім ақпаратымыз жинаған. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Алла тағала су тасқыннан сақтасын өңірлерімізді. Аман сау болайық. Ассалаумағалейкум.